Hello everyone. Сәлеметсіздер ме 5-ші сынып оқушылары? Қалдарыңыз қалай? Excel for Kazakhstan Grade 5 кітабы бойынша 12-13 беттердің тапсырмаларын орындайтын боламыз. Бүгінгі тақырыбымыз There is zero. Бүгінгі тақырып There is zero. Exercise 1. Read the examples and complete the rules in your notebook. Singular деген жекеше түрі, plural көпше түрі. Affirmative болымды сөйлем, negative болымсыз сөйлем, interrogative сұраулы сөйлем. Short answers қысқа жауаптар. Жекеше түрде болымды сөйлем there is a living room. Мұнда зал бар деген сөзге үлкен бөлме бар. Болымсыз сөйлемде there isn't a garden. Мұнда бау-бақша жоқ. Ал сұраулы сөйлемде is there a kitchen downstairs? Төменде ас бөлме бар ма? Қысқа жауабы yes there is, no there isn't. Иә бар, немесе жоқ. Көпше түрде there are 2 bedrooms upstairs. Яғни жоғарғы қабатта, жоғарыда 2 жатын бөлме бар. Болымсыз сөйлемде there aren't any windows. Ол жерде ешқандай терезелер жоқ. Сұраулы сөйлемде are there flowers in the garden? Бау-бақшада гүлдер бар ма? Қысқа жауаппен yes there are, no there aren't деп жауап береміз. Бұл мысалдар көпше түрде айтылған. We use there is in the singular. Біз there is'ті жекеше түрде қолданамыз. We use there are in the plural. There are'ны көпше түрде қолданамыз. Ал сұраулы сөйлемде we use is there or are there in questions. Exercise 2. Look at the picture, complete the gaps in the sentence with the correct form of there is, there are. Балалар екінші тапсырмада сөйтке қарап, there is, there are оборотын қолданып, сөйлемдерді толықтырып жазамыз. 1. Is there a bookcase in the living room? Yes, there is. 2. Are there any books in the bookcase? Yes, there is. Осылай жазып аламыз. Келесі жаттығу exercise 3. Fill in there is, there isn't, there are, there aren't. To make sentences true for you, tell your partner. There is, there isn't, there are, there aren't. Сөздерді пайдаланып, жатын бөлмеңізде не бар екенін жазыңыз. There is a bed in my bedroom. There is a carpet in my bedroom. There aren't any 3 chairs in my bedroom. 4. There isn't a bookcase. 5. There are 2 windows. 6. There isn't a desk. 7. There are 2 wardrobes. 8. There are 2 posters. Exercise 4. Read the examples and complete the rules. Are they the same in the language? Мысалдарды оқып, тиісті жерге толықтырып жазамыз. Сендердің тілдеріңде де осылай ма деп сұрап қойып тұр, иә? Бұл жерде and, some, any деген ережелер берілген, иә? There is a sofa. Мұнда диван бар. There is an armchair. Мұнда кресло бар. There are some chairs. Мұнда бірнеше орындықтар бар. There aren't any paintings. Бұл жерде ешқандай сурет жоқ. Are there any posters? Бұл жерде қандай да бір плакаттар бар ма деп сұрап тұр. Өздеріңіз байқағандай, sofa деген сөз дауыссыз дыбыстан басталғандықтан біз артиклін қолданамыз. Ал егер armchair дауысты дыбыстан басталса, біз an деген артиклді қоямыз. Some деген болымды сөйлемде келеді, бірнеше деп аударылады. Any сұраулы және болымсыз сөйлемдерде қолданылады. Қандай да бір деп аударылады. We use some in affirmative sentences. Біз some'ды болымды сөйлемде қолданамыз. We use any in negative sentences. Болымсыз сөйлемде біз any қолданамыз. We use any in questions. Any'ді және сұраулы сөйлемде қолданамыз. Exercise 5. Fill in some or any. Сөйлемдерге some немесе any'ді қойып шығамыз. Бірінші, екінші сөйлемде сұраулы сөйлем болғандықтан біз any қоямыз. Үшінші сөйлем болымсыз сөйлем, оғанда any қоямыз. Төртінші, бесінші сөйлемде
Some қоямыз өйткені болымды сөйлем. The next one, prepositions of place. Орын предлогтарын өтетін боламыз. Exercise 6. Where is the ball? Look and say. 6-шы тапсырмада доп қайда? Қарап айтамыз. The ball is in the box. The ball is on the box. The ball is under the box. The ball is behind the box. Артында деген сөз, behind. The ball is next to box. Яғни жанында деген сөз. The ball is in front of the box. Яғни алдында деген сөз, перед. The ball is between the boxes. Exercise 7. Look at the picture and then fill in the correct prepositions. 7-ші тапсырмада суретке қарап, дұрыс предлогтарды қоямыз. Келесі тақырып реттік сан есім. Бірінші first, екінші second, үшінші third, төртінші fourth, fifth, sixth, eighth, ninth, tenth деп кете береді осылай. Қалғандарына th жағылады осылай. Exercise 8. Listen and repeat. Which floor are the people on? 8-ші тапсырмада тыңдап, қайталап, адамдар қай қабатта екенін анықтаймыз. Exercise 9. Listen and repeat. Think of more words with the same sounds. th қосындысы сақауша th деп немесе the деп оқылады екен. Ол қандай сөздерде кездеседі? The деген 6, 7th, 8th, 9th, 10th. The деген the article, these, those, there. Exercise 10. Look at the picture, ask and answer as in the example. Суретке қарап, сұраққа жауап береміз. Where are the pillows? On the bed. Exercise 11. Listen to James describing the room in Exercise 10. He makes 2 mistakes. What are they? Correct them. Балалар 11-ші тапсырмада тыңдалымды тыңдап, Джеймс өзінің бөлмесін сипаттайды. 10-шы жаттығуға қарап. Оның 2 қатесі бар, соны анықтаймыз. Бірінші қате, there are some books in the beside cabinet. Behind-тың орнына in-ді қоямыз. Екінші қате, there is plant behind the bed. In front of-тың орнына behind-ді қоямыз. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. The lesson is over. Сабақ пайдалы болса, лайк басып тіркеуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар балалар, бай-бай.